Қарахан 11-12 ғасырда өмір сүріп, Қараханиттер әулетінің негізін қалаған батыр. Айшаны Тараздың түбінде жылан шаққан хабар жетісімен Қарахан батыр өзімен бірге Тәуіп пен молданы алып жеткенде, Айша ару екі дүниенің ортасында ес-түссіз жатыр екен. Қарахан молдаға екеуінің некесін қиғызады. Сөйтіп қыздың құлағына: «Айша, сен бейбі болдың» деп 3 рет айғайлайды. Ханның өлі қызбен неке қиысқаны бұдан бұрын да, кейін де тарихта кездескен емес. Қайғыдан қан жұтқан жігіт сүйген жарының денесін арулап жерлеп, басына күмбез орнатады. Сүмбіле, су-суыда, өмір сұмдық, ақша бұлттар ауып барар, өмір ғажап. Арада қанша көктем мен жаз өтсе де Қарахан батыр өзгермейді. Ешбір жау алдында иілмеген қас батыр тағдырдың алдында басып, Айша бибісінің мазарында түнейді. Көп замай жақын маңға өзіне де мазар салдырып, сол жерге жерленеді.